халықтың рухани әкесі атанған дана тұлғаның биыл 175 жылдығы ел ішінде де, сыртында да ерекше атап өтілді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай рухани реформатор» мақаласы кемеңгердің жаңа қырларын ашып, бала да, ақын да, қара да, хан да ақынның өлеңдерін оқу эстафетасын жаппай қолдады. Қуаныштысы, бұл эстафетаны қарулы қақтығыс аймағынан Жусан гуманитарлық операциясымен елге қайтарылған қыз-келіншектер де қолдады. Елордалық жерлестеріміз бастаған шара республиканы қамтыды. Ол челленджді Нұр-Сұлтан қаласындағы Жусан операциясына келген әйелдер, қыз балдар өте өздерінің шынайылық лебізін білдіріп, қазақша, орысша тұрғыда әдемі жеткіздік. Және бұл челленджді ары қарай тағы да біз өзіміз батыс өңіріне қарай как эстафетадан жолдадық. Жусан операциясынан келген қыз балдар өздерінің ақыл тоқтатып, сонау бір жерде қателескендігі жайында. Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас. Достық, қастық, бар қызық жүрек ісі, ар ұяттың бір ақыл күзетшісі, ар мен ұят сынбаса өзге қылып, арың алқын бұл күннің мәртебесі. Қай заманда болмасын адамзаттың қас жауы надандық. Надандық бар жерде Алланың бар екені ұмытылып, дін саясат құралына айналады. Сөйтіп діндер арасында қайшылықтар туып, амырасыз күрес басталады. Діннің түпкі мәні ұмытылады. Бұның соңы діннің атымен жаратушының өзіне қарсы әрекеттер жасауға дейін апарады. Біз Жусан операциясының көмегімен елімізге оралған ақтөбеліктерміз. Абай атамыздың 28-ші қара сөзінде әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, иманы бар кісіге ғибадат парыз деген. Әуелі иманыңды түзетпей жатып, ғибадат қылғаннан не пайда деген. Жусан гуманитарлық операциясы аясында Қазақстанға оралған 163 әйелдің бүгінде 144-і радикалды діни көзқарастарынан бас тартты. Теологиялық оңалту жұмыстарына тартылып, жұмысқа орналасқандары көп. Адасқандарын түсінген жерлестеріміз жаңа өмір бастауға, ал балалары бейбіт өмір сүруге мүмкіндік алды. Абайдан бері бір талай заман өтті. Бүгінгі буын біз Абай армандаған адами қоғамды орната алдық па? Мұрат пен мүддеге жету үшін 5 дұшпаннан қашып, 5 асылға асық болу бүгінде өзекті.